Ассалаумағалейкум достарым. Адамдар қай ақпаратты көп іздестіруде? Қазақстанда қазір не тренд? Жұрттың балалары не іздеп жатыр? Дәл осындай сұрақтар сізді мазаласа, сізге қажеті Google Тренд жүйесі. Google Тренд атау айтып тұрғандай, әр елдің тренд танымал ақпаратын жаңалығын инфографика, таблица ретінде шығарып отырады. Мұнда нәтиже тақырып бойынша сұрыпталып отырады. Көріп отырғандай, жаңалықтар технология, кино, ән, адамдар, тағы басқа тақырып бойынша жіктелген. Олардың көбісін Google негізгі бетке шығарады, кейбірін өзіміз шығарамыз. Тренд бөлімінің оң жақ бөлігінде кілттік сөздерді уақыты бойынша сұрыптауымызға болады. Көрсетілгендей, әр жылдың үздік іздеу сөздерін шығара аламыз. 2019 жылы өз елімізде қандай сөз трендте болды? Көрейік. Тізімнен Қазақстанды таңдаймыз. Міне, ең көп сұралған тақырыптар: Игра престолов, переводчик сөзін көп пайдаланыпты, Мстители финал деп көп іздепті. Өз басым тек мұнда Игра престолов киносын ғана көріппін. Келесі графада көп ізделген тұлғалар: Юлия Началова, Қасым-Жомарт Тоқаев, Украина президенті Зеленский жайлы көп ізденіпті. Келесі тізімде бізде көп ізделген фильмдер. Ең көп ізделген фильм әрине 2,8 миллиард кассовый сбор жинаған Мстители соңғы бөлімі, кейін Арыстан патша, Джокер, Аквамен секілді кинолар үздікте тұр. Көп ізделген сериалдарға Игра престолов, Ипа Пирогова, Ветреный, Чернобыль, Жестокий Стамбул сериалдары енді. Ал сауда-саттық бойынша адамдар көбіне теміржол билеттерін алған, кейін әуе билеті, Fly Арыстан, кондиционер секілді заттарға тапсырыс берген. Тізімде Армения көліктері, Астана емеу матчына билеттерді көп қаралыпты екен. Дегеніміз не, что такое деп басылатын кілттік сөздер бойынша подагра, VPN, эпитет, снюс, хобби сөздерінің анықтамасын іздеген. Енді анализ деген бөлімге өтейік. Поисковой запросқа әлемге танымал қазақтың сары баласы Геннадий Головкинді енгізейік. Динамика популярностьқа қараймыз. Головкиннің Альвареспен қарымта жұдырықтасты деген ақпарат шыққан, сондықтан да болар графикте өзгерген. Ал қазан айында украиндық деревянчикмен рингке шығып отқанын білеміз. Әрине, Головкинді Қазақстаннан басқа Йемен, Қырғызстан, Эфиопия, Өзбекстан елдерінде де көп ізделінгенін байқаймыз. Одан бөлек похожий запроста бой Головкин Деревянченко, Головкин Роуз, смотреть бой Головкин Деревянченко деп қолданушылар көп іздегенін көруге болады. Енді тағы бір еліміздің ғана емес, әлемге танымал өнер иесі Димаш жайлы көрейік. Димаш деп іздейік. Димаш деген кілт сөзбен көбіне Латвия, Монголия, Литвада іздейді екен салыстырмалы түрде. Ал похожий запроста Димаш Огнепетра, Димаш Елав, Димаш Арнау, Димаш Рига, Димаш and Мексика деп кілттік сөздермен танымал. Осылайша әр кілттік сөздерді тексеріп анализ жасауға болады. Бұл дата әсіресе пиар, медиа және журналистика саласына жүрген азаматтарға үлкен көмегі бар деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған IT әлем каналға жазылуды ұмытпағайсыздар.